Ақсақалдық абыройлы қасиет, қазақ халқы қарияны қазынаға балап, жол көрсетер ақылшы, пейілі кең дарияға теңеген. Олардың ақ батасы түрлі қатерден сақтайды деп сенген. Ауыз әдебиетінің үлкен саласы бата беру дәстүрін жас ұрпаққа жеткізу, көпті көрген данагөй қарттардың ғибрат боларлық сөздерін жас ұрпақтың бойына сіңіру мақсатында күні кеше Жуалы ауданында бата беруден ақсақалдар арасында ақ бата аталатын байқау өтті. Оған ауданға қарасты ауылды округтердің барлығынан батагөй қариялар қатысты. Аталған байқаудың өтуіне мұрындық болып отырған Жамбыл облыстық ардагерлер кеңесі мен ұйым жанынан құрылған билер кеңесі. Елдің маңызы бар байқаудың Жуалы жерінде өткізілуі жайдан жай емес, себебі өңір ардагерлер мен билер кеңестерінің жүйелі жұмысы облысқа, қала берді республикаға үлгі. Жалпы байқауға ауданға қарасты 14 ауылдық округтен 14 үміткер қатысты. Батагөй қариялар бата сөздің атасы, ақ бата, асыл мұра және айтарым бар деп аталатын 3 кезең бойынша сайысқа түсті. Қазылар алқасы батагөйлер беретін батаның ой тереңдігі мен мазмұнына, сахна мәдениетімен қатар батаның берілу шарттарына ерекше назар аударды. Байқау шартына сәйкес бірінші кезеңде үміткерлер ел ішінде кең таралған баталарды жатқа айтып жарысты. Ал екінші кезеңде қариялар ұлттық салт дәстүрлерге қатысты бата беру түрлерінен сынға түсті. Шешуші кезеңде қатысушылар халқымыздың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлеріне байланысты сұрақтарға жауап берді. Айта кету керек, ақ бата байқауы аудандық деңгейде өткізілген шара болғанмен, оның ауқымы өте кең. Бұл байқаудың аудандық кезеңнен үздік шыққан үміткерлер алдағы маусым айында Тараз қаласында өтетін облыстық байқауға жолдама алып, ауданның намысын қорғайтын болады.